Қайырлы күн баршаңызға. Достар, көше тағамдарын немесе кафедегі, тойханадағы осы салат жапырағынан жасалынған салаттарды, тағамдарды жемеуді ұсынар едім. Себебі мен өзім де сонда кафеде, тойханаларда жұмыс жасап көрдім. Онда біз салат жапырақтарын жай ғана суға шайып қана пайдаланатын едік. Негізінде осы салат жапырақтарының арасында түрлі құрттар, сосын жабайы ұлулар болады. Мен өзім де міне көріп жатырмын. Мына видеода көргендеріңіздей осының арасында майда құрттар бар. Міндетті түрде достар осы салат жапырақтарын жуып жақсылап және уксус қосып, уксусты суға салып алу керек, немесе тұзды суға жууды ұсынар едім. Әрине білем деуіңіз мүмкін, бірақ кейде білсек те осылай асығыстықпен жуып тастаймыз. Сол үшін де міндетті түрде тұзды суға жууды ұсынамын. Суының өзімді көріп тұрғандарыңыздай қандай лас су.